Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз қазақ тарихындағы ұлы тұлғалардың бірі Ахмет Байтұрсынұлының өмірі мен қызметі жайлы сөйлесеміз. Ассалаумағалейкум мырза. Ахмет Байтұрсынұлы қазақ халқының мәдениеті мен білім саласында ерекше із қалдырған тұлға. Ол қазақ тілін және оның әдебиетін дамытумен қатар ұлттық сана мен азаттық идеяларын насихаттаған. Осыған негіз болған оның өміріне шолу жасасақ, Ахмет Байтұрсынұлы 1872 жылы Торғай облысында дүниеге келген. Оның бала кезінен ақ білімге құштарлығы байқалады. Ол орыс қазақ мектептерінде оқып, кейін Шығыс Түркістан мен Омбы қалаларында білім алған. Мен естуімше дәл сол кезінде қазақ қоғамы әлеуметтік және саяси өзгерістерді бастан кешіріп жатты. Байтұрсынұлы осы өзгерістерге белсенді қатысып, жаңа мектептер ашып, оқу құралдарын жасаумен айналысты. Сол себепті оның ең басты еңбектерінің бірі түркі тілдерінің грамматикасы кітабы. Бұл кітап қазақ тілін жүйелі түрде зерттеуге мүмкіндік береді және ұлттық жазудың дамуына ықпал етті. Солай ма? Әрине, тек ол білім саласында ғана емес, ол саяси қызметімен де танымал болды. 1905 жылы қазақ зиялыларының бір қатарын біріктірген ұлт-азаттық қозғалыстарға қатысып, Байтұрсынұлы қоғамның әлеуметтік мәселелерін көтерді. Мен ойымша Байтұрсынұлының ең маңызды жетістігі қазақ тілін ұлттық сана мен мәдениет құралы ретінде дамыту. Ол тіл қазақтың жаны деген ұстаныммен қазақ тілі мектептерде оқытуды, газеттер мен журналдарда қолдануды насихаттады. Бұл оның іс-әрекеті тарихымызда өте маңызды. Оның қазақ газетінде жарияланған мақалалары қоғамда кең талқыланды. Ахмет Байтұрсынұлы тіл тазалығы, жазу реформасы және білім беру мәселелерін көтерді. Сонымен қатар оның қызметі қоғам талабы мен уақыт пен кеңістіктің мәнінен тығыз байланысты болды. 1917 жылы ақпан төңкерісі мен Қазақстандағы қоғамдық өзгерістер Байтұрсынұлының қызметіне жаңа мүмкіндік береді. Сол кезеңде ол педагогиялық, әдеби және ғылыми жұмыстарын белсенді жүргізіп, көптеген мектептер ашуға үлес қосқан. Оның идеялары тіпті қазіргі білім жүйесіне де әсер етті. Оған мысал келтірсек, Байтұрсынұлы қазақ тілін жазу үшін жаңа әліпби жасады. Бұл қазақ тілін оқытуды жеңілдетіп, халық арасында білім деңгейін көтеруге мүмкіндік берді. Сонымен қатар, ол тіл мен әдебиет арқылы ұлттық мәдениетті сақтау мен жаңғыртуға үлкен үлес қосты. Оның еңбектері бүгінгі таңда да тарихи және мәдени маңызы бар. Ахмет Байтұрсынұлының саяси қызметі де назар аударуға тұрарлық. Ол алаш қозғалысының белсенді мүшесі болып, қазақ халқының саяси құқықтарын қорғауға көз жұмсады. Әсіресе алаш арыстардың бірі ретінде ол ұлттық тәуелсіздік идеяларын насихаттады. Сонымен қатар қоғамдық білім беру және мәдени дамуға үлес қосты. Менің ойымша оның ең басты мұрасы ұлттық сана мен мәдениетті қалыптастырудағы рөлі. Ол қазақ тілінің дамуына ерекше көңіл бөлді. Бұл болашақ ұрпақ үшін маңызды сабақ болды. Дәл солай. Оның қызметі қоғам талабы мен уақыт талабын үйлестіре отырып, қазақ қоғамын мәдени және білім беру саласында елеулі із қалдырды. Бірақ оған қоса, біз оның қазіргі Қазақстандағы білім мен мәдениетті дамытудағы тәжірибемен салыстыруға болады. Ахмет Байтұрсынұлының идеялары қазіргі жастарға да әсер етеді. Оған мысалы, бүгінгі мектептерде қазақ тілін оқытудағы әдістемелер мен ұлттық жазуды қолдану оның еңбектерінің нәтижесі. Ол уақыт пен кеңістіктің талабын дұрыс түсініп, біздің қоғамға тіпті қазіргі кезге дейін де қызмет етіп жүр. Меніңше тарихымыздан мұндай тұлғаларды тану бізге өзіміздің ұлттық мұрамызды сақтау мен болашаққа бағдар жасауға көмектеседі. Келісемін. Және оның еңбектері тек тарихи құндылық қана емес, сонымен қатар мәдени және білім беру саласындағы практикалық үлгі болып табылады. Ахмет Байтұрсынұлының өмірі мен қызметін зерттеу арқылы біз адамның, қоғамның және өркениеттің уақыт пен кеңістіктегі байланысын көре аламыз. Сіздің айтқаныңыз рас. Оның өмір жолы жеке адам мен қоғамның арасындағы өзара байланысын айқын мысалы. Сонымен қорытындылай келе, Ахмет Байтұрсынұлы қазақ тілін, мәдениетін, білімін дамытуға ғана емес, ұлттық сананы қалыптастырудағы да ерекше үлес қосты.
иә, оның еңбектері тарихта, мәдениетте және білім саласында дербес, жергілікті және ғаламдық деңгейде әсерін тигізді. Сондықтан біз бүгін Ахмет Байтұрсынұлының өмірі мен қызметін тек зерттеп қана емес, оның қазіргі қоғамға қалай қолдануға болатынын да ойлануымыз қажет. Иә, оның идеялары бүгінгі күнге дейін өзектілігін жоғалтқан жоқ. Біз оның мұрасын зерттей отырып, өзіміздің мәдени және білімдік дамуға үлес қосамыз. Бүгінгі подкастымызда Ахмет Байтұрсынұлының өмірі мен қызметін, оның қазақ қоғамына әсерін талқыладық. Иә, уақыт бөліп тыңдағандарыңызға рахмет. Біз келесі подкастта жаңа тарихи тұлғаларды зерттеп, олардың идеялары мен қызметін талқылаймыз. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.